Қайырлы күн қыздар, мен есімім Дана Мырзакулова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең тез дайын болатын пицца жасайтын боламыз. Яғни сковородкада 5-10 минутта дайын болатын пиццаның түрін жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: кетчуп, майонез, яғни бұл томатына, одан кейін тестасына сметана, майонез қажет, және де бір жұмыртқа қажет. Сонымен қатар тұз, сода қажет, және де колбасаның орнына сіздер помидорды қолдансаңыздар да болады, немесе фаршты қолдансаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Мен колбаса қосамын, және де сыр эмирді қосамын. Тестасын жасауға кірісеміз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Міне 3 ас қасық сметана қосамын. Міне 3 ас қасық кетті. Енді майонезден 3 ас қасық қосамын. Майонез 3 ас қасық қосқан соң, ұннан да 3 ас қасық қосамын. Ұн 3 ас қасық. Бір жұмыртқа қосамын. Яғни барлығын бірінші қосып, одан кейін араластыратын боламын. Тұз кішкене қосамын. Және де сода қосамын. Сода әзгентай ғана қосамыз. Все, жеткілікті. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Тестамыз бізде дайын болды. Енді начинкасын жасап жатырмын. Колбасаны кубик етіп, сырды теркадан өткізіп. Қараңыздар. Міне тестамыз осындай болып шығады. Бұны біз қазір оны көп қосқан жоқпыз, барлығынан 3 ас қасықтан қостық. Начинкасын дайындап аламыз. Оған дейін және де тағы да бір айта өтетін жайт. Міне қараңыздар. Кетчуп пен майонезді қазір қосамын. Қасықпен бір араластырып жібереміз. Кетчуп пен майонез. Қасықпен бір араластырып жіберемін. Қазір тестаның үстіне осыны қосатын боламын. Сковородканың астына кішкене май жағып қыздырай береміз. Майды кішкене ғана құйдық. Енді тестамызды алып, полны осыған құйып шығамыз. Домалақ етіп, қасықпен жайып шығамыз. Оттың астын орташаға қоямыз. Қамырды домалақ етіп, полны жайып шығамыз. Міне, тура осылай. Енді бұған томат пастасы, міне, жаңағы кетчуп пен майонезді үстіңгі жағына қосып шығамыз. Және осыны да бір араластырып жібереміз. Колбаса мен сырды енді қазір төсеп шығатын боламыз осыған. Помидор қылсаңыздар да болады, араластырып істеймін. Міне, қараңыздар. Укроп та қосып жіберсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Тура осылай қылып, қазір бір 5-7 минутқа қақпағын жауып қойып қоямын. Кішкене шөп шаламдардан да қосып жіберсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне қосып жібердім, кішкене ғана. Енді сковородканы жауып 5-7 минутқа саламын. Пиццамызды 7 минуттай міне сковородкада кішкене қуырып алдық. Дайын болды. Сырымыз қараңыздар барлығы пісіп шыққан. Міне сырдың өзі кішкене былайынан үгітіліп тұр. Көрдіңіздер ғой? Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең тез дайын болатын пиццалардың бірі. Ұнап жатса, міндетті түрде ойларыңызбен бөлісіңіздер. Тек өздеріңіз ғана емес, құрбыларыңызға және де туысқандарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар.